Барлықтарыңа салам, сіздер мұңай. Короче, сіздер менің видеома қош келдіңіздер. Және де бүгін біз Overlandтегі выживанияның 4-ші бөлімін түсіреміз. 4 па 5 па? Что-то шатасып кеттім, кәдімгі номерін жазып отыру керек еді. Так, видео бастамастан бұрын сендерден бірдеңке сұрап жіберейін мен. Если менің арнамды баяғыдан көріп келатсаң, саған от душинан рахмет. Және де менің арнама если новый келген болсаң, жаңадан келген болсаң, каналға жазылып, осы видеоны до конца көріп, и лайк басшы, от душинан ғой, родной. Так, мен сендерге подписчиктер тақтасына біраз адамды жазып қойдым. Если сенің подписчиктер тақтасына түскің келсе, значит сен дәл осы моментте коммент жаз. Так, мен сендерге қазір көрсетемін. Сендердің аттарыңның әшке бәрі мен ешқайсысын ұмытпадым. Так, мен жерім мындай күшті. Опа, на Человек новый сериясы. Так, жарайды, ойнап айтамын. Прикол. Еркош, Низгзин дейді. Анар Құрманбай, Аблай Ержан, Қанат Қамшыбеков, Танчы летсплей досы менің. Аблай Сайын, Жанна Қарауова Санжар, Нұртай, Ақылбек Мырзайын, Қызы Ильяс, Аслан Абдулай, ЗБ КПВП, Қуаныш, Зулия Оразымбетов, Фатима Кубаш, Мика 09, Самат Улмаров, Мади 3344 және де XA міне. Так, сендерде если түскілерің келсе, коммент жазып, осы моментте каналға жазылыңдар. Бірінші отчет каналға жазылмаңдар, мен жазбаймын, мен тексере аламын. Так что видеоға кеттік. Короче, біздің алдыңғы видеода фонтан жасаған болатын. Мынандай керемет қып 3 фонтан жасадым, және де мында мен деген өзім бөлек әкелдім, бұны ешкім білмейді. Так, мындағы жерді сындырып қойып, нормальный жер қойып жүрейін. Өйткені мынаяқтағы дерн бірге бүйтіп қараймағасын, мен мынандай істей алмаймын. Мындай жол жасай алмай жатырмын. Так, короче, бүгінгі видеода біз видеоның атынан көргенде, видеоның темасынан көргенде, превьюнан біз не жасаймыз? Малдарға загон жасаймыз, братишка, малдарға. Братишка деппін ғой, байқылайын дедім. Так, малдарды әкелеміз. Біз малдарды мен де өз жерім кішірейіп жатыр, байқап тұрғандарындай. Мында уже мынау егіндер. Мында уже білмеймін, бірдеңке салынады. Үйдің арты болғаннан кейін білмеймін ғой, бірақ не салынатынын. Но осында келген дұрыс па еді малдарды. Үйдің артына байқатпай ше, басқаларға көрсетпей. Үйдің алдына қойғанда құртылып кетем ана яқта. По идее, малдарды мынандай жерге әкеп қажет жоқ қой, мына яқта украшение жасамайын ба мен, да достар? Малдарды, значит, біз үйдің артына апарамыз. Сол кезде бізде ешкім мал бар екенін байқамайды ондай қатты. И портить етпейді да, андай видті. Че-то малдар білесіңдер, сосиды. Ой, білмеймін, жердің бәрін қассаппын ғой. Мыналар факелдарды сындырам деп. Жердің бәрін портить етеді, білесіңдер, малдар. Так что мындай жерлерді алып тастаймыз. Так, мен ағашымды дайындап қойдым, өте 64-те 60, и осы жетіп қалар, короче. Но, или болмаса үй жақтағы нетін загондарды сындырып алам, деревнядағы. Но мен, короче, мал алып келетін жерім мынау болып тұр, әзірге енді, опа, аяқта тыква бар екен. Ема, прикиньте, аңғарандар. Аяқта бір нормальный нәрселер бар сияқты. Ну, қазір барып көре салайын. И міне біз, короче, сиырымызбен атымызды таптық первый. Бергел, сиыр, му, ой, му, мә. Ой, ит шақырғандай шақырдым ғой мен аны. Так, қолыма тағы бір мындай болғанда тоқтарды сразу әкеле беретін үй жаққа қарай. О, бамбуктан кіре алам екен, кстати, не знаю, так что, ой, как сиденіп отырмын ғой, прикиньте. Так, қолыма мынандай салам, сразу тауықтарды шақырам, ат келмейді да, вроде. Ат келсе потолок кететін еді, екі атты апарып болып қойсам. Ема, прикиньте, кәдімде потолок болады ғой. Короче, мына тормоздар, опа, кіре алады екен, оказывается, кіре алмай ма десем, бегел, наяқпен кір. Значит, зомбиларды мына жермен кіріп кетеді ғой, да? Так, пирайтишка, мен сен кірге жерейін, өз саусақтарыммен кір, қолыммен деген сол. Короче, забор жасаудан сразу бастап кеттік. Біз 48 забор жасадық, және де біз мал қораны ондай ат қорағып дәуілмаймыз. Сразу айтайын, так, былай. Мен ондай томпақ дәу мал қоралар ұнамайды маған, честно айтайын, сразу. Так что осындай, ондай компактный қылып жасаймыз. Так, компактный, ондай малдардың мынаяқтан көрініп атпайтындай ше, үйдің несімен ғана шектелетіндей міне. Осылай, и және де, так, үйге жабыстырып қажеті бар ма? По идее, қажет емес па үйге жабыстырып елге? Үйге жабыстырмай қойын, да? Так, осылай. Міне, осы жетеді. И мал қораның есігі мында болады. Мында болады. Мал қораның есігін саламыз. Так, мал қораның есігін жасадық, и оны сразу орнатамыз да. Мына тауықтың аты, короче, Бауыржан болады. Так, өзімнің атымды қоя салдым. Жарайды, күлмей қойыңдар. Окей, мынаны кіргізіп кетеміз, и бізде сиыр жүреді ғой, жаңа бір дәубас қайда? Дәубас.
сөйтсем дәубас мында жүр екен. Ей дәубас, берге жүр дәубас. Қайтамыз үйге. Мен, кстати, бирка болғанда мыналарға ат қоятын едім. Ё-майо. Кстати, менде мына жақта поводок бар екен. И поводокпен байлап әкелгенім жөн сияқты деп поводокпен байлаймыз енді. Так, маған біраз мал керек, но мен малды қайдан алатынымды білмей тұрмын. Оказывается, мен оны шештім. Ол проблеманы мен смело шешеді екен. Так, мында печенье саламыз. И былай қарай бара береміз. Так, пшеницаны қолға алып алайық. Қалай малды жинайтынымды шештім мен, короче. Малдың бәрін кім алып кеткен десеңдер, сендер қазір айтам. Так, қараңдар, мынау ханның үйі керемет кәдімгі. Вообще, налар деген кәдімгі менің үйім деген налардың жанында ше. Ондай қатты емес, бірақ менікі де әдемі ғой. Налардікі вообще потолок екен. Так, мынау бекіштің үйі. Бекіш қой алып кеткен мұнан бәрін, малдың бәрін қарасыңдаршы. Бекіш қой начальный малдың бәрін алған, и тамақ берген көбейген сол кезде, а то олай тез көбеймейді малдар. Вот, короче, мен бекіштен алайын деп шештім, бірақ бекіштен алмай тұрып, мен бекіштің малдарына тамақ беріп кетем. Неге деңдер, өйткені мен бекіштің малын алғаннан кейін бекіштің малын, короче, өсіріп алған сияқты бола салайын да. Так, мына екеуін тамақ береміз. Давай, делайте. Так, короче, біз деген бекіштің малдарының біреуіне тамақ береміз, біреуіне береміз, и там. В общем, беріп тастаймыз, и осы кезде, короче, ол малдары примерно 3-4 мал шығады. Мен 2 сиырын ғана алам. Короче, бір сиыр плюс қып беріп кетем бекішқа. Ничего страшного деп ойлаймын, бекіш ренжімей жерсің. Мына 2 сиырды қалай тартам мен, ей. Оп, жебіміз жоқ болды. Оп, шығарып алдым, былай шығарады екенбіз төбеге қарай. Осылай тартып 2 сиырын алып кеттім, бекіштің көбейтіп алуға. Бекіш ренжімей жерсің енді. Бір сиыр плюс қып беріп кеттім, 3 6 тамақ бердім, 3-еуіне там. Что за фигня болып кетті? В общем, орнына қойып кеттім, ренжіме. Так, если что, үйге келесің, беріп жерім, еттерін там тағы төлесуден олар көбейгеннен жарайды. Да, табым, мына щеголдар кіру үшін мына жердің бәрін мен сындардым. Өзімнің керемет защитамды так алып жерейін, егіп жеруге қайтам бұл бамбуктың бәрін ема. Бамбук қайда? Көзім көрмей жатыр. Мен тұр екен. Ема 54 шыққан ба, сонда екеуінен ақ. What the fuck? Так, малдардың бәрін әкелдік, дәубас. Сенің 2 ел-зайыптың ақ белдік. Если что, жаймен өзің нет боласың. Мына малдар бастар істемей ма? Блин, мына есіктің вообще қажет жоқ қой, по идее. Так, мынаны наяққа ұстатамыз, так. Мынаны наяққа. Беге, күнде. Так, малдарымды успешно кіргіздім. Так, соңғы пшеницамызды апарамыз. Соңғы деп, дадигамен деп пшеницаны сандықта да бар. Мына екеуіне береміз, мына екеуі махаббат болады. Біздің дәубас қарап тұрады, оларға дәубасты мен бүйтіп белгілеп қойыншы. Поводокпен ше, дәубас, белгілеп қоям. Мынау Қытай баланы. Так, бұны белгілейміз. Мына тауықтың аты Бауыржан. Дәубас пен Бауыржанды бірге қою керек. Тауық байланбай ма не? Так, барлықтарыңа сау болыңдар, видео ұнады деген ойдамын, каналға лайк басыңдар, және подписка жасаңдар, и сендер болғанмен лайк. Давайте достар, саулықта амандықта кездесек. Осылай видео салып тұрам күнде 2 видеодан, всегда байқап отқан шығарсыңдар, мен всегда 2 видеодан салып жатырмын сіздер үшін. Давайте, короче,